الحمد لله وكفى ثم الصلاة والسلام على رسوله المصطفى وبعد. Bugün bizler Riyadus Salihin atты İmam Nevavi rahimahullahu ta'ala'nın hadisler jinağından hadisler okudu жалғастырамыз. 16. hadiske gelip toxtağanbız. وعن أبي موسى عبد الله بن قيس الأشعري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله تعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها dedi. Yani Allah subhanahu wa ta'ala күн батыстан шыққанша түнде күнә жасаған адамға жомарттық танытып, таң атқанға дейін тәубе етуін талап етеді дейді. Ал күндіз күнә жасаған адамға жомарттық танытып, кеш батқанға дейін тәубе етуін талап етеді дейді. Ағайындар, біз бір сәтке бұл хадис жайлы ой жүргізіп көрейікші. Аллах субханаху ва тааланың кеңшілігін, Аллах субханаху ва тааланың мейірін қараңыз. Мысалы, кеше қадір түні өтті. Қадір түндегі құлшылық ғибадат 1000 айдан абзал деді. 1000 ай деген бұл нақты санмен емес. Имам Құртуби рахималлаху таала айтпақшы, өте көп деген сөз. Өйткені байырғы заманда арабтар 1000 дегеннен көп санды қолданбайтын. Өте көп деген санды қолдану үшін 1000 деген сөзді қолданатын. Өте көп. Сансыз деген санды қолдану үшін. Яғни өте көп сауаптар уәде етілген қасиетті қадір түнін өткіздік. Бір адам сұрақ қойды кеше. Ұстаз, қадір түнінде жасаған сауаптар осылай еселенетін болса, күнәлар да солай еселенеді ме деген сұрақ қойылды. Жалпы күнәлардың еселенуі жайлы бізге ешқандай риуаяттар келмегенін түсінуіміз керек. Ешқандай хабарлар келмеген күнәлардың еселенуі жайлы қадір түні. Бұл да болса Аллах субханаху ва тааланың пенделеріне деген мейірі, Алла тағаланың пенделеріне деген кеңшілігі. Әйтпесе Алла тағала сауап бергенімдей күнә да беремін деп қойса болатын еді. Сол түнді күнәмен өткізген адам 1000 айдан абзал, 1000 айдан көп уақытты күнәмен өткізгендей күнә деп қойса болатын еді. Жоқ, олай деген жоқ. Олай деп белгілеген жоқ. Керісінше Алла тағала кешірімді, мейірімді. Тіпті біз қандай да бір күнәға қол ұрып қоятын болсақ, кешке қол ұрсақ, таңға дейін талап етеді, өзінің жомарттығымен, өзінің кеңшілігімен талап етеді, тәубе қылсын деп. Ал кешке, күндіз қол ұратын болсақ, кешке дейін солай жалғасар екен. Бұл хадисті имам Муслим жеткізген. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تاب قبل أن تطلع الشمس من مغربها تاب الله عليه dedi. Абу Хурайра жеткізген басқа бір хадисте пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам айтады: кімде-кім күн батыстан шығардан бұрын тәубе ететін болса, Алла тағала оның тәубесін қабыл етеді дейді. Күн батыстан шығардан бұрын тәубе ететін болса, Алла тағала оның тәубесін қабыл етеді дейді. Баршамыз білеміз, күн қиямет болған кезде кенеттен батыстан шығады. Бүгін көпшілігіміз таңның қалай атқанын, қадір түннің бір белгісі көрініп қалар мекен деп күнге қараумен, күннің шығысына, таңның атысына көз жүгіртумен болдық. Бірақ сондай бір күн келеді, күн шығыстан шықпайды,
Күн қазіргі біз көріп жатқан шығысымыздан емес, күн біздің батысымыздан шығатын күн келеді. Оны ғылыми тұрғыда, қазіргі заманда барлығын ғылыми тұрғыда түсіндірмесең, не айтып жатыр дейді ғой. Ғылыми тұрғыда, қазіргі заманғы ғылыми тұрғыда қалай түсіндіреді? Мұсылман ғалымдар емес, кәдімгі астрономия ғалымдарының өзі айтады. Аспанда сондай үлкен қалықтап жүрген астероид дейма, метеороид дейма, сондай тастар бар дейді. Олардың көлемі сәл үлкен болып, жерге келіп соқтығысатын болса, ол жерді батысын шығыс, шығысын батыс қылып жіберетіндей қуатты тастар бар дейді. Егер Құдай сақтасын, кенеттен күн батысымыздан шығатын болса, ол кезде біздің тәубеміз қабыл етілмей қалады. Тәубе есігі жабылады. Ол кезде адамдар біледі, болды, Раббымыз Алла тағаланың сөзі ақиқат екендігін. Бұл екі хадистен түсінетініміз, Аллах субханаху ва тағала біздердің тәубе еткендігімізді, тәубе етуімізді қалайды. Аллах субханаху ва тағала біздің тәубе еткенімізді жақсы көреді. Аллах субханаху ва тағала бізге тәубе еткеніміз үшін өте үлкен сауап сыйлар береді. وعن عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله عز وجل يقبل توبة العبد ما لم يغرغر. أبو عبد الرحمن عبد الله بن عمر رضي الله عنه жеткізген хадис, رضي الله عنهما жеткізген хадисте пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам айтады: жан алқымға келмей жатып жасалған тәубе қабыл дейді. Жан алқымға келмей жатып жасалған тәубе қабыл дейді. Алдыңғы екі хадисте тәубе ететін уақыттың бітетін мезгілін күннің батыстан шығуына байлап еді. Ал бұл хадисте жан алқымға келуіне байлап жатыр. Барлығымыздың кіші қияметіміз басталатын күн сол жан алқымға келетін. Бір күні бір адам пайғамбар саллаллаху алейхи уассаламнан сұрайды: «Уа Алланың елшісі, қиямет қашан болады?» дейді. Сонда пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам: «Сен ол күнге нені дайындадың?» дейді. Ол күнге нені дайындадың дейді. Біз қай жылы болатын, қашан келетін қиямет қайым демес, өзімізге аяқ киіміміздің бауынан да жақын болған өлімді есімізге алып жүретін болсақ, өлімді есепке алып, өлім кез келген сәт маған жету мүмкін деген сияқты бір ойда болатын болсақ, онда ол ой бізді тәубеге итермелейді. Себебі пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам өзінің қасиетті хадистерінің бірінде қабір адамның ең алғашқы тұрақтайтын орны, қабір кейбір адамдарға жәннеттің бақшаларынан бір бақшасы болса, енді бір адамдарға тозақтың шұңқырларынан бір шұңқыры болады деген. Қараңызшы, қабір кейбір адамдарға жәннеттің бақшаларынан бір бақшасы болса, кейбір адамдарға тозақтың шұңқырынан бір шұңқыры болады деген. Сондықтан да біздер өлімді ойлап, өлім келерден бұрын, өлім жазылатын ақиқат өлім біздің басымызға жетерден бұрын біз тәубе етіп қалуымыз керек. Тәубе есігі ашық кезде, тәубе есігі жабылмай тұрған кезде тәубе етуіміз керек. Енді бұл жерде біздің жүрегімізді тыныштандыратын тағы бір дүние бар. Ол Аллах субханаху ва тағала біздің тәубеміз қабылмайтын екі жағдайды айтты. Күн батыстан шыққанда, жан алқымға келгенде. Қалған уақыттың бәрінде қандай күнә істесеңіз де Раббыңыз Алла тағала сіздің тәубеңізді қабылдайды. Хаза валлаху а'лам
ve sallallahu ala nebiyyina Muhammed.